Ассаламу алейкум оқырмандарым. Бүгін біз американдық корн-дог дайындаймыз. Ол үшін бізге шұжық, жұмыртқа, сүт, тұз, сода, сұйық май, таяқшалар және сухари қажет. Алдымен сұйық қамырымызды даярлаймыз. Ыдысымызға жұмыртқа, сүт, тұз, соданы салып араластырамыз. Біркелкі масса болғанға дейін араластырып, ұнымызды аз-аздап салып, сұйық қаймақ тәрізді болғанға дейін араластырамыз. Енді шұжықтарымызды дайындап алайық. Шұжықтарымыздың сыртын тазалап, әрі шұжықты екі бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін ағаш таяқшаларға шаншимыз. Шұжықтарымызды батыруға ыңғайлы болу үшін қамырымызды стаканға құйып аламыз. Сухариді де тарелкаға салып аламыз. Видеода көрсетілгендей ең алдымен шұжықтарымызды қамырға батырып, одан кейін жан-жағынан сухариге аунатып алып, қатты ысып тұрған майға сарғайғанша пісіреміз. Осымен корн-дог дайын, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.